Бүгін біздің 27 ақпан, февраль. Көріпсіздер, ауа райы қандай тамаша. Биыл негіз жалпы Түркия суық болды деп жатыр. Биылғы қыс осы январ айында 1-2 күн түнде 0 градусқа дейін түсіп кетті. Негізі көбінесе сол 5 градус түнде болып жүрді. Сол январдың полностью сол кетті 5-6 градуста ғана болып тұрды. Соның кейін осы февраль басталға бері түнде 10 градус, 11-12 градус болып жүр. Күндіз 20-21-22 енді февраль аяқтап отыр, мартта енді күн ыстық болатын түрі бар. Бұл негізі Мерсин қаласының бір ауданы. Бұл деген Ердемлі деген аудан. Өзі бір кішігірім, былай қарасаңыз, бәрі жаяу жүретін жер. Осы былай айтқанда, осы тұрған үйден 1 километр 1,5 шақырым. Ары кетсе жоқ, 1,5 шақырым жерде шеті осы қаланың. Сондықтан әр жаққа барсақ та біз жаяу жүре береміз. Басында жалқаулық қой, машинамен жүріп үйреніп қойған адам кішкене қиындау сияқты. Қазір үйреніп кеттік, жылдам жүреміз. Соның бір басында кішкене адасып жатыр, қазір адаспаймыз. Тура жүріп, тура келгенде оңай сияқты да. Қай жерге барсаң бір 10 минут, 7 минут, 10 минут, 5 минуттық жерлер. Әлде болса кешіміз кім осында келем деп жатса, демалам десе де, үй алам десе де, келіңіздер. Өйткені мына қаланы көріп, ұнатпай қалу мүмкін емес. Өйткені артымызда көріпсіздер. Теңіз мына үш үйдің арт жағында кәдімгідей керемет бір не бар. Жаяу жүретін, велосипедпен жүретін ұзақ жаға. И ол жерде тағы бір не бар. Осы әкімшіліктің неше түрлі шаралар өткізетін жерлер бар. Жақында Наурыз мейрамын тойлаймыз деп отырмыз. Осында қазақтарымыз жеткілікті, татарлар бар, түріктердің өздері де тойлайды мейрамды. Сондықтан бір керемет той жасаймыз деп қазір ақылдасып жатқан жай бар. Кімде қандай қазақы киімдері бар деп жатырмыз. Бізде енді жоқ, бірақ сол Стамбулдан қырып келеміз ба деп жатырмыз. Солай, осында келіңіздер.